бақыттасың, қайғыдасың. Өмірсің, таусылмайтын бай мұрасың. Өлермін сол сезіммен маған десе, аспаннан қара жерге ай құласын. Бұл жолы сот қызметкерлері әдеттегідей қарайтын істерін бір сәтке қоя тұрып шығармашылыққа бет бұрды. Қазақстанның халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына орай Атырау облысының судьялары мен сот қызметкерлерінің арасында «Жыр менің жалғыз тарланым» атты көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы өтті. Рухани іс-шарада 11 қатысушы алғашқы кезеңде ақынның өлеңдерінен үзіндіні, одан кейін Фариза Оңғарсыноваға арналған танымал ақындар мен өздерінің туындыларын оқыды. Жылойлық Айдана Абдығалиева кеңсе қызметінің бас маманы. Мұндай шаралар сот қызметкерлерінің мәдени тұрғыдан демалуына, сондай-ақ рухани құндылықтарды арттыруға мүмкіндік береді дейді ол. Осылай өзім арасында қалам ұстап, шығармашылыққа жақынмын деп те айта аламын. Қалам ұстап арасында сырымды қағазға шертем. Осы арқылы енді кеңседе отырсақ та, қанша қағазбен жұмыс жасасақ та, шығармашылыққа жақын тұлғалардың бар екенін айтқым келеді. Әдеби кеште Фариза ақынның «Мен бір қызық адаммын», әке туралы ой, бақыт, жетімнің монологы, жақсылық туралы жыр сынды өлеңдері оқылды. Бас жүлде Атырау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының приставы Эльвира Шатеноваға бұйырып, бірінші орында Атырау қалалық сотының жетекші маманы Альбина Айсағалиева иемденді. Жеңімпаздар мен өзге де қатысушыларға алғыс хаттар мен тұрмыстық техника сыйға берілді. Күнайым Сәкен, Айбек Жаңай, Каспия Ньюс.